Баршаларыңызға сәлем. Сіздермен бірге Мадина, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай үлбіреп пісетін кекстің рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен табамызға жұмыртқаны жарып салып аламыз. Оны жақсылап миксерлейтін боламыз. Одан кейін үстіне құмшекерді бірнеше бөлікке бөле отырып араластыратын боламыз. Кекстің толықтай мөлшерлемедегі рецептісін описание бөлімінде қалдыратын боламын. Құмшекер араластырып болғаннан кейін үстіне бөлме температурасындағы сүтті құйып тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сүтімізден кейін сұйық майымызды құйып тағы да жақсылап араластырамыз. Келесіде ұнымызды бірнеше бөлікке бөле отырып жақсылап араластырамыз және де 1 шай қасық қопсытқыш қосамыз. Массамыз міне осындай қоюлықта болады. Алдын ала пешімізді қыздырып алып, кекстің формасына 1 қасық немесе 1,5 қасықтан құйып дайындайтын боламыз. Қызып тұрған пешке салып, қызарғанша әдемілеп пісіріп алатын боламыз. Кекстеріміз осындай өте дәмді, жұмсақ болып, осылай көтеріліп пісетін болады. Видеоны соңына дейін қарап, тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.